Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер. Сәлем қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Астаналықтарға арнайы бағдарламамен баспаналы болу мүмкіндігі беріледі. Асанда бүгінде сатып алу құқығынсыз жалдамалы тұрғын үйде тұрып жатқан жұмысшы жастар елорда жастары бағдарламасына қатысуға мүмкіндік алды. Осы жаңашылдық аясында сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйде тұратын жастар үшін жас шектеулі мен мамандыққа қойылатын талаптар алынып тасталды. Ондан жалға алушылар жалдау мерзімі, яғни 5 жыл өткеннен кейін шығарылады. Қазір олар үшін басты шарт төлем қабілеттілігін банк арқылы растау. Егер табыс жеткіліксіз болса, бірлескен қарыз алушыларды тарта аласыз. Жұмыс істейтін жастар санатындағы негізгі жұмыс берушінің тұрақты табысы болмаған жағдайда рұқсат етіледі деп хабарлайды Астана тұрғын үй орталығы. 23 қаңтардан бастап елордалық тұрғын үй орталығында отбасы банкі қызметкерлері сатып алу құқығынсыз тұрғын үйді жалға алу шарты 2025 жылдың наурыз айында аяқталатынын ескертіп, жастарға кеңес беріп, төлем қабілеттілігін алдын ала тексеруде. Осы санаттағы жастарға арналған бағдарламаны іске асыру және елорда жастары бағдарламасы аясында несиелеуді одан әрі рәсімдеу Астана қаласының тұрғын үй орталығында және отбасы банкі филиалдарында осы жылдың ақпан айының 1-ші онкүндігінде жүзеге асырылады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.